Иса пайғамбардың бір сөзі бар. Қараңғы жерде отырғандар нағыз шындықты көре алады. Бұл сөздің құпияға толы адам миы ішіндегі кішкентай органмен байланысы бар екенін білетін ба едіңіз? Бүгінгі таңда сол миымыздағы кішкентай органымызды пайдаланбай жүргенімізді және пайдаланбағанымызды басқа біреулердің қаламағанын, қаламай жүргенін айтсам, не дейсіз? Осының нәтижесінде шындықты көру қабілетімізді жоғалтып алған болуымыз мүмкін бе? Егер оны қайтадан пайдалануды үйренсек, не болады? Адам миы туралы ғылым өте аз мәліметке ие. Миымызда орналасқан ұрықтың көлеміндей бір орган бар. Ол өте құпияға толы. Бәлкім бүкіл жаратылыстың ең үлкен құпияларының бірі. Бұл органға байланысты сансыз пікірлер, мақалалар және дұрыс немесе бұрыс екеніне байланысты көптеген мәлімет бар. Бұл айтылғандарға сеніп қоймай, өзіңізде басқа мәліметтер іздеп, оқып, өз сезімдеріңізге сеніңіз. Себебі бұл орган әліге дейін бір құпия. Эпифиз атты органымыз туралы айтып тұрмын. Рухтың адам денесімен байланыс нүктесі деп білінетін, көп адамның үшінші көз деп білгені және оның арқасында басқа әлеммен байланыс құра алуға болатынына сенілген бұл органның ғылыми жақтан да өте үлкен маңызы бар. Эпифиз безіне байланысты теорияларға келетін болсақ, қорқынышты әрі ойға салып қояды. Айтуларына қарағанда, эпифиз безінің күшін білетіндер, саясилер және әлемді басқаратын отбасылар, Ватикан, күшін сақтап қалу үшін және әлемде адамдарды оңай басқара алу үшін арамза жоспарлары бар. Теорияға келетін болсақ, көптеген елдің ішетін суына араластырылған, маркеттерде көптеген өнімдерге қосылған және ең маңызды тіс пастасының ішіндегі химиялық қоспалар мен адамдардың эпифиз безіне әсер етіп, эпифиз безін көр қылу жоспарларын қаншама жылдан бері орындап келеді. Осы себепті қоғамның көп бөлігі ұйқыдан оянбай, осы жоспардың құрбаны болып жатыр. Оянған адамдарды басқара алмайтындығын білгендіктен өздерінің күшін бөліскісі келмейді. Бірақ эпифиз безіне байланысты ғылымның зерттеп тапқан кейбір таңғаларлық шындықтарының ұшына осыдан ондаған ғасыр бұрын Иса пайғамбардың сөзінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде, тіпті Әзіреті Мевлананың сөздерінде кездестіру мүмкін. Бейнені соңына дейін көруіңізде пайда бар. Себебі бұл бейнеде өміріңізге пайдасы бар көп мәліметтер табасыз. Эпифиз безі. Заманауи философияның негізін қалаушылардың бірі Декарт эпифиз безін рухтың отыратын орындығы деп атаған. Құранда және хадистерде рух туралы ешбір мәлімет берілмеген. Рухқа байланысты өте аз мәліметке иеміз, бірақ бұл жағдай ол туралы ойлауымызға кедергі емес әрине. Кейбір ислам ғалымдары рухтың жүрекке жақын жерде орналасқанын айтады. Кейбіреулер рух дененің барлық жерінде десе, ғылыми зерттеулердің нәтижесі рухтың орналасқан жері эпифиз безінде дегенді айтады. Бәлкім ол рухтың денемізге кіріп шығатын нүктесі. Айтқанымдай бұл мәліметке 100% сеніп қалмай, бір шетке қойып тұрамыз. Енді эпифиз безінің неге пайдасы бар екенін білейік. Бұл без тарихтағы кейбір нәрселерді еске түсіреді. Мысалға, антик Мысырдағы Хоростың көзі символымен бірдей болуы назар аудартады. Осымен бірге қарағай ағашына да байланысты нәрселер бар. Мысалға, Ватиканда орнатылған бұл мүсін қарағай ағашының жемісі, эпифиз безіне еліктеп жасалынған. Папаның қолынан тастамайтын таяғында да бар болған бұл нәрсе эпифиз безін олар бізден де жақсы біледі деген пікірге жол ашады. Тек қана бұл емес, Сумар мәдениетінде де аспаннан келгендеріне сенілген анунакилердің де қолындағы бұл нәрселерді құпияға толы. Тіпті көптеген масондардың ложасына қарағанда бірнеше қарағай мүсіндерін көре аламыз. Эпифиз безі 3 түрлі гормон шығарады: мелатонин, серотонин және ДМТ.
Мелатонин эпифиз безінің тек қана қараңғыда шығара алатын бір гормоны, ұйықтауды бақылайтын, ұйқыны реттеп отыратын және уақыты келгенде оянуымызға септігін тигізетін гормон. Эпифиз безінің жұмыс істеу уақыты түнгі 11-ден таңғы 5 аралығы. Ең жоғарғы деңгейде жұмыс істейтін кезі болса сағат 3-те, яғни ұйқының ең тәтті кезі және адамның да руханиятқа ең жақын кезі. Осы уақытта ұйқыда болу адам денсаулығына пайдасын тигізеді және физикалық шаршауды денеден шығарады. Түнгі ұйқы осы себепті өте маңызды. Жарықтық көп болған елдерде рак ауруына шалдығу жарық аз елдерге қарағанда 6 есе көп екені анықталған. Тағы бір қызық жері, көрмейтін адамдардың рак ауруына шалдығу мүмкіншілігі көретін адамдарға қарағанда 24 есе аз. Түннің осы уақыты адамның рухани әлеммен байланыс орнату жағынан өте құпиялы бір кезең. Эпифиз безінің ең жоғарғы деңгейде жұмыс істеп, рухымыздың рухани әлемнің есігінен өткен кезі осы қараңғы сағаттарда байланысты. Ғалымдарымыздың айтқан сөздері және зерттеу жұмыстары бұл істі тағы да қызықты ете түседі. Бейненің басында назар аударған болсаңыз, пайғамбарымызда білетін еді дедім. Айтқым келген нәрсе пайғамбарымыздың қараңғылыққа байланысты білген құпиялары бар еді. Ол құптан уақыты өткеннен кейін ешкіммен сөйлеспейтін және тез ұйықтап қалуға тырысатын. Сосын әрине түннің бір уақытында оянып, түннің 3-тен 1 бөлігін оянған түрде өткізетін еді. Осы жері қатты назар аудартады. Және мына бір хадисте ойландырады. Хадис былай: егер адамдар таң намазының қандай маңызды және пайдалы екенін білсе, оған емектеп болса да барар еді. Күн шықпай тұрып эпифиз безі максимум деңгейде істеп тұрады. Қызық жері, ұйықтауымызға себеп болатын мелатонинмен бірге DMT-нің де бөлінуі кейбір құпияларды білуімізге себеп болуы мүмкін. Эпифиз безінің секрециясы DMT-нің арқасында түстер әлемінде немесе басқа бір әлеммен байланысқанымызды ойлағанымызда, түннің бір уақытында эпифиз безі DMT секрециялауды жалғастырып жатқанда оянғанымызды, немесе бұл гормонның тоқтап қалмай жұмыс істегенін ойлап көріңіз. Көптеген адам бұны қорқынышты деп ойлауы мүмкін. Рухани әлеммен байланыс жасау таң намазы басталардан бұрынғы кезеңде екенін қайта ойлап көрейік. Иса пайғамбардың қараңғы жерде отырғандар нағыз шындықты көре алады сөзі қараңғылықтың құпиялылығын тағы да арттырады. Чилехане дегенді естігенсіз бе? Сөзбесіз аударғанда азап бөлмесі болады. Естімегендер болса айтайын. Осындай бөлмелер Түркияда да көп. Бұл бөлмелер өте қараңғы болып, 40 күн бойынша осы бөлмеде болып, адам рухын тазалап, қызғаныш, жек көру, дүниеге қызығушылығын жою үшін қолданған. Осының арқасында үшінші көзі ашылып, әлемге деген көзқарасы өзгереді. Бұрындары осы жерге кіргеннен кейін перде 40 күнге дейін ашылмаған. Ол перде екі дүниені айырып тұратын перденің символы сияқты. Ол жерде қалған адам 40 күн бойы тізерлеп отырып, ешкіммен сөйлеспеуге тиіс. 40 күн бойынша қараңғы жерде эпифиз безінің қалай жұмыс істейтінін сіз ойлап көріңіз. 40 күннен кейін жүрек көздерінің ашылуы күтілген. Бұл жүйе бұрындары өте танымал болатын. Пайғамбарымыздың тіс жуу кезде не үшін мисвакты қолдану керек екенін айтқан. Не үшін деп ойладыңыз ба? Сол уақыттары тіс пастасы жоқ еді, содан шығар деп ойлауларыңыз мүмкін. Тіс пастасы туралы айтылып жатқан теориялар сүннет болған мисвакты қайта пайдалануымызға себеп болуы мүмкін. Кейбіреулер бойынша бұл теория, ал кейбіреулер бойынша бұл шындық. Тіс пастасының ішіндегі зиянды қоспалар эпифиз безін көр ететіндігі айтылады. Тіс пастасының эпифиз безіне зиян келтіретіні және әлемді басқаратындар мұны әдейі жасап отырғандықтары. Осының нәтижесінде оңай басқарыла алғанымызды естігендер қорқынышпен таңғалып қалуда және тістерін жумауды да ойлайды. Бірақ осыны естен шығармау керек. Егер ауыз және тістер таза болмайтын болса, жүректен бастап адамның ішкі құрылыстары зиян көре бастайды. Яғни тістерімізге күтіммен қарауымыз керек.
Бұл тақырыптың жақсы зерттелуі және мүмкіндігінше табиғи тіс пасталарын қолдану керек. Эпифиз безін көр қылатын және бізді аз ойлайтын адам ететін, тіпті иманымызға да әсер ететін және кезінде Гитлердің де суға қосқаны фторидтер. Осымен қалып қоймай, тыңдаған музыкаларымыздың герстарын өзгертіп, эпифиз безінің зиян көруі үшін шайтани пікірлер жоспарлар дайындайтын адамдардың бар екені айтылады. Мелатонин гормоны туралы айттым. Екінші гормон болса серотонин гормоны. Серотонин рухани және физикалық функциялардың бір қалыпта жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Жеткілікті дәрежеде серотонин шығара алмайтын эпифиз безінде депрессия, психологиялық аурулар пайда болуына әкеледі. Серотонинмен байланысты және бақытсыздықпен байланысты көптеген оқиғаларды естіп жүрміз. Тіпті көңіл күйіміз жоқ кезінде тыңдаған әндерімізде эпифиз безіне зиян әкеледі. Эпифиз безінің өңдеп шығаратын ең маңызды және құпияға толы гормондарының бірі бұл ДМТ. Оның басқа атауы рух молекуласы. Халық арасында бұл гормонның жүрек көзімен байланысы бар екендігі айтылады, бірақ менің ойымша жүрек көзі тағы да терең бір тақырып. Және дінімізде де жүрек көзі ашылуы үшін өлмей тұрып өлу керек деген сөз бар. Бұл сөздің қандай мағына беретінін біліп, комментарийға жазсаңыз қуанамын. Жүрек көзі және үшінші көз екі бөлек нәрседе болуы мүмкін. ДМТ арқылы үшінші көз ашылуы мүмкін бе? Ашылса, нелерге тап боламыз? Және көре алатын нәрселерімізге дайынбыз ба? Оны бір ойлану керек. Ең алдымен ДМТ гормонының адам өлетін сәтте және туу кезінде ең жоғары деңгейде жұмыс істейтінін айтқым келеді. Кейбір мәліметтерде де сәбилердің үшінші көзі ашық болатыны туралы айтылады және бұл жерде ДМТ молекуласының әсері болуы мүмкін. Өмірге сәби әкелген аналардың 40 күн ішінде көретін рухани жаратылыстары туралы тақырыпқа кірмей-ақ қойыңыздар. ДМТ молекуласы тек қана адамдарда емес, табиғатта, жануарларда және өсімдіктерде де бар. Тіпті өсімдіктердің ДМТ арқылы басқа өсімдіктермен байланыс құра алатындығы айтылады. Кейбір өсімдіктердің ДМТ-сі көп болғандықтан соларды алып шай ретінде ішіп, өзіміздегі ДМТ-нің деңгейін жоғарылата алатындығымыз да айтылуда. Бұл өсімдіктердің бірі Бразилияда өсетін аявуска өсімдігі. Екіншісі елімізде де көп табылатын адыраспан. Адыраспан көптеген үйлердің кіреберіс есігінде асып қойылады және шайда көптеп тұтынылады. Бір тараптан Әзіреті Мевлананың осы сөзі де өте қызық. Сұлулық тұқымы қараңғылықты жапты және шындық көрінді. Қамыста да ДМТ болады және сыбызғының қамыстан жасалынуы бөлек бір дүние. Сыбызғымен шалынған әндерді тыңдау эпифиз безінің жақсы жұмыс жасауына септігін тигізеді. Егер қаласаңыз бірге тыңдап көрейік. Енді көздеріңізді жұмып, сізге тыңдататыным сыбызғы дыбысына назар аударыңыз. ДМТ гормоныңызда бір өзгеріс бола ма көрейік. Не сезгеніңізді жаза аласыз. Эпифиз безі денеміздегі ең құпияға толы орган. Ол туралы айтылғандардың барлығына назар аудару керек. Егер менің пікірімді сұрайтын болсаңыз, жүрек көзінің өсімдікпен, шөппен, музыкамен ашылады деп ойламаймын. Бірақ Алла тағала барлық нәрсенің емін табиғатта жаратты. Сол себепті өсімдіктерде эпифиз безіне оң әсерін береді. Пайдасы бар деген мәліметтерде дұрыс болуы мүмкін. Теорияның ең маңызды жеріне келетін болсақ, бүгінгі таңдағы адамдарды шынымен танып болмайды. Адамдарда біртүрлі нәрсе бар сияқты. Шындықты көре алмай жатқан сияқтымыз, көріп жатқанымыз пайдасыз кино және басқа бейнелер. Және жыл сайын шығатын телефондарға деген қызығушылығымыз жыл сайын артып барады және әр жаңа нәрсе шыққанда адамдар таласпен алып қалуға тырысады. Black Friday атпен көптеген акциялар болады, жеңілдіктер болады деп, негізінде ешқандай жеңілдіктің және акцияның науқанның болмайтынын көре алмай жатқандар көп. Шындықты көре алмай жатқандар, бұның себебі де эпифиз безінің көр болуында.